бірінші біз келген қонақтарымызбен амандасып алайық. Маған айтыңдаршы, қазір далада жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар, қыс мезгілі екен. Балалар, қыс мезгілінде біз қалай киінеміз? Киінеміз, басымызға не киеміз? Қолымызға, аяғымызға, мойнымызға. Дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, біз қандай ойындар ойнаймыз? Шанамен сырғанаймыз. Har birimizga laqtirib o'ynaymiz, taqdir jasab o'ynaymiz. O'ynaymiz. Dұрыс айтасыздар, балалар. Қазір қыс мезгілі болғанымен біздің даламызда қар болмай тұр, иә? Ондай болса біз қарды өзіміз қолдан жасап, өзіміздің тобымызға қар жаудырайық. Балалар, қайықты бәріміз. Мен сендерге ол үшін балалар, ақ қағаздан бөлінген бөліктерді беремін. Ұстап тұра тұрамыз, иә? Бірінші қағай қазіне көрсетем боласын берген. Қалай жасай бересің? Менің қолымда міне қағаздар тұр. Сендерге берілген сияқты қағаздар. Мен бұл қағазды қазір алып алып, жерге қойып, қардың бейнесін жасаймын. Қанекей, енді сендер де жасай қойыңдар. Қанекей балалар. Жасадық ба? Жарайсыңдар балалар. Енді қазір осы өзіміз жасаған қардың үстіне жүріп өтейікші, елестетейік. Біз қардың үстімен жүріп келе жатырмыз деп елестетеміз, жарай ма? Қанекей апайымыздың артымыздан жүреміз. Мансұр болады. Маған бер соны. Қанекей жүрдік балалар. Қанекей қардың үстімен жүріп келе жатырмыз. Қанекей балалар елестетіңдерші, қардың дыбысы шығар екен? Иә, балалар, қардың дыбысы шығар екен, иә? Тағы да бір жүріп өтейік, қанекей балалар. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, біз қазір далаға серуенге шығып, қыс мезгілінің табиғаттағы ерекшеліктерін байқап қайтайықшы. Қанекей апайдың артынан жүреміз. Біз далаға серуендеп келейік. Жүре қойды. Кеңмен жүре берсеңіз балалар. Балалар, қараңдар, біз серуенге келдік. Балалар, серуенімізді бастамай тұрып, біз бір-бірімізге жылы лебіздерімізді білдіріп алайықшы. Кеңмен тұра қойыңдар, кеңмен тұрыңдаршы мен саған. Жоқ, бір-бірімізге қарайық, бірақ кең тұра қойыңдар. Сіз қалыңдарға алып қойып, кең тұрыңдар. Қанекей, мен қатырамын. Ал қанекей балалар, бір-бірімізге жылы лебіздерімізді айтайық. Достарымның бәрін сыйлап бақсып көреміз. Аллахның ақылы жылуымды беремін. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қыс мезгілі болғандықтан, қыста балалар, күн суық болады екен, аяз болады екен, боран болады екен. Қыс мезгілінде балалар, аяз бізге бірге болады екен. Балалар, мен аязбын. Мен сендермен қыс мезгілі бірге боламын. Мен сендерді беттеріңді, құлақтарыңды қандырамын. Балалар, менімен ойнағыларың келе ма? Қанекей, онда ойнап көрейікші, дене мүшемізді қаншалықты үйретеміз. Егер таба алмасаңдар, мен сендердің беттерін тоңдырып жіберем. Балалар, беттерің қайда? Құлақтарың қай жерде орналасқан? Мұрындарың қайда? Қолымыз қайда? Жарайсыңдар балалар. Балалар, жарайсыңдар. Сендер аяздың айтқан тапсырмаларын жақсы орындап шықтыңдар, иә балалар? Енді аяз балалар бізбен бірге қыс бойы бірге болады екен балалар. Қанекей, ондай болса біз ары қарай бақылауымызды жалғастырайық. Қанекей балалар, қарайықшы жан-жағымызға. Біздің табиғатта неге тұр? Табиғатта ағаштарымыз тұр, иә? Ағаштарымызға балалар қараңдар, қырау
жатқан екен балалар. Қыс мезгілінде күннің суығынан балалар қыраулар қатқан. Жеріміздің әрбір жерінде қарлар түскен. Балалар, мына жаққа қараңдаршы. Мына жерде не болып тұрсыңдар? Көпір, мұз және көпірдің астынан біздің өзеніміз ағып жатыр екен балалар. Өзеніміздің бетінде мұз қатып қалыпты. Күннің суығынан балалар мұз қатып қалған екен. Балалар, қанекей ондай болса, осы көпірімізден өтіп көрейікші. Суымыздан өтейік балалар. Балалар, көпірді біз өзеннен өту үшін, судан өту үшін пайдаланады екенбіз балалар. Қанекей. Балалар, қанекей. Қанекей, мамызды ойнашы, менің атынан жүріңдер. Бақылай қыс мезгілінің табиғатын қандай күн суы да балалар. Күн суы, аяз болыпты. Келе қойыңдар. Балалар, енді қараңдар. Біздің көпіріміздің жақтауларына да қырау, мұздар қатып қалыпты. Қанекей, балалар, осы мұздарды қолымызбен ұстап көргіміз келе ма? Қазір ондай болса, балалар, мен сендерге мұздарды алып берейін. Қанекей, балалар, мен сендерге мұздарды алып берейін. Мұзды, қанекей, балалар, қолымызбен ұстап көрейік. Қанекей, ұстап көрейік. Ұстап көрейік. Ұстап көрейік мұздарды. Ештен кетпейді, балалар. Қанекей, мұзды айтыңдаршы. Қолдарыңды жауратпады ма? Мұз қандай екен? Қатты ма, жұмсақ па? Қолдар қатты жаурап кетпес үшін мен қайтадан мұзымды сабын жинап алайын да ұстап көремін. Маған келіңдер, маған келіңдер, қолдарын жаурап ма? Енді балалар, осы мұзымызды балалар бақылап ерекет көрейік және ма? Ол үшін біз балалар зертханаға барады екенбіз. Қанекей, апайымыздың артынан жүре қойыңдар. Біз балалар зертханаға келеміз. Зертханаға. Балалар, енді біз мұзға қазір тәжірибе жасаймыз. Мұзды ертіп көреміз. Балалар, зертханаға емес бұрын. Тәжірибені жасамас бұрын біз қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек екен. Ол үшін бізге балалар қолпақ керек, қолымызға, басымызға қалпақ керек, үстімізге ақ халатымызды киіп алуымыз керек екен. Ал қанекей. Зертханалық тәжірибемізді бастамай тұрып, міндетті түрде киіп алуымыз керек балалар. Қолдарына қолғақтарыңызды кие қойыңыздар. Қолдарымызды, басымызға қалпағымызды киеміз балалар, тәжірибе жасамас бұрын.
Балалар енді осы. Бәріміз келіп отырмыз ба балалар? Мен сіздерге балалар мұзды барлықтарына беремін. Мұзды біз бақылаймыз балалар. Мұз қалай ериді екен? Мұны бақылаймыз қазір. Мұзымыздың қара еруін балалар бақылаймыз. Бірінші балалар бөлме температурасында қойып қоямыз. 3-4 балалар бөлме температурасында бақылайды. Бәрі мұз салды, иә балалар? Мұз жоқ па сенде? Мұз бар, иә балалар? Барлығында бар ма мұз? Кімде жоқ? Басып сен алдыңыз. Енді балалар маған қараңдар. Біз мұзды балалар 3 тәсілменен көруге, 3 тәсілмен тәжірибе жасап көрейік. Бірінші мұзды бөлме температурасына қойып қоямыз. Мансұр, Ерсұлтан, алпамыз үшеуі бөлме температурасына қойып қойыңдар. Келесі Сұлтан, Олтусын, Ахмет, сендер мұзға тұз салыңдар, шықанеке тұзбен ертіп көрейік сендер. Алдарында қасықта, балалар, сендер тұз салыңдар. Ал енді балаларына жерде Аянлар, Сара, сендер қазір майшаммен ертіп көреміз. Балалар қосымша жылу беру арқылы да мұзды ертуге балалар болады екен. Балалар бұл жерде балалар үлкендердің көмегіне жүгінеміз. Үлкендерсіз балалар бұны сендерге істеуге болмайды. Бұны қазір апайлар сендерге майшамды жағып береді. Майшам арқылы да балалар мұзды ертіп көрейік. Сендер тұз сала қойыңдар. Айзерге, Аяру, мұздарына тұз салыңдар. Балалар, тұзды көбірек салыңдар, жарай ма? Сен бөлме температурасында көр, Абылайхан. Сен Мұхаммед, сен де бөлме температурасында көресің. Сара, сен бөлме температурасында, сен тұз сала қой. Жоқ, Мансұр, сен бөлме температурасында көресің. Ал біз енді майшамды жағып берейік. Балалар, майшам қосымша жылуын беру арқылы да мұзды ертуге болады екен балалар. Қанеке, осыны көріп жүрек машинасы. Сен есім соны. Қанеке балалар, қосымша жылуын ертуімізге қайсы жылдамырақ ериді екен? Соны бақылаймыз балалар. Бөлме температурасында ма? Жоқ, әлде қосымша жылу бергенде ме? Жоқ, әлде мұздан тұздан мұз тез еріп кетеді екен? Қанеке балалар, соны бақылайықшы. Қане бақылайық. Егер де балалар тұздарың аз болып, мұздарың онша ермей атса, тағы да тұз салуға болады. Көбірек тұз салуға болады екен балалар. Қанеке, ой, Мансұрдың мұзы, бөлме температурасындағы мұзы Мансұрдың еріп атқан сияқты. Қанеке, сендер де көрсеңдерші. Көріңдер, ұстап, қанеке, көріңдер. Балалар, қанеке, көріңдер. Қанеке, көре қойыңдар. Қалай еріп жатыр екен? Бақылаңдаршы. Сенікі де еріп жатыр ма тұздан? Еріп жатыр. Қанекіндікі еріп жатыр. Нұрханымдікі еріп жатыр екен. Аяру сенікі еріп жатыр ма? Аяру еріп жатыр ма мұзы тұздан? Баяу еріп жатыр екен. Еріп жатыр ма алпамыз сенікі? Алпамыздікі бөлме температурасында болса да қараңдар, балалар еріп жатыр екен. Ерсұлтан балалар, бақылаңдар. Қаншалықты еріп жатқан. Балаларына майшамды да қарап қояйық. Майшамда қалай еріп жатыр екен? Мұз қане қарай қойыңдаршы. Ой, қараңдаршы, майшамда да балалар тезірек еріп жатыр екен. Мансұрдікі де еріп жатыр екен. Бөлме температурасында болса да қане Ерсұлтан сенікі? Балалар, егер де тұздарың аз болса, тағы да тұз салуға болады. Қараңдаршы, балалар, еріп жатыр бөлме температурасында мұзымыз. Қанеке, тағы да тұз салсаңдар болады балалар. Қанеке, еріле жатса қанеке тұз салыңдар. Көбірек тұз салыңдар. Ая, сала ғой, сал. Жай, баяу еріп жатыр ма, сала ғой. Қанеке, сала ғой. Балалар, сендер білесіңдер ме, қыс мезгілінде
болмас үшін жолдарға не істейді? Тұз сеуіп қояды, иә? Тұзымыз балалар мұзды тез ерітіп жібереді екен. Қанекей, бақылаймыз. Жоқ, Ерсұлтан бөлме температурасында еріп жатыр ғой. Ахмет сенікі тұз болса да онша ерімей тұр екен. Еріп жатыр ма ол тұзындікі? Ой, ол тұзын қара сенің мұздың барлығы еріп кетті ғой, иә? Тұз демек, тұз тезірек ерітеді екен. Майшамшы балалар, майшамдағы тұзымыздың жағдайы, ой, мұзымыз қалай болады екен? Еріп жатыр ма ол да? Ja, балалар, ол да еріп жатыр екен. Майшамдағы да қараңдар балалар. Майшамдағы мұзымызда қосымша жылу берсек, ол тезірек ереді екен. Бөлме температурасына қарағанда бұл өте тезірек ереді екен. Тағы кеп қарап қояйық бұғанда. Бұл да еріп жатыр. Қанеке, барлығымыздың мұзымыз еріді ма? Әлі де ере қоймады. Сен кіші Сара, қанеке, көрсеші стақанын көтеріп көре ғой. Көре ғой. Сен кіші Айзере еріп жатыр ма? Айзеренікі еріп қатты. Аяр сен кіші. Аяр үшіде еріп жатыр. Абылайхан қане сенікі? Абылайхан баяу еріп жатыр екен, я балалар? Сен бөлме температурасында еріп жатсың, Ерсұлтан, сенікі тұзсызда қарашы, өзі еріп жатыр, көрдің ба? Бөлменің температурасында да мұзды балалар ерітуге болады екен, я? Ал майшамдағы қанеке мұзымызға қарашы, балалар еріп жатыр ма? Қане, бақылайықшы, еріп жатыр ма? Я, майшамдағы мұзымызда балалар еріп жатыр екен. Енді балалар осы. Мынаны үлкендердің көмегісіз баласымен жағуға болмайды, я майшамды? Міндетті түрде үлкендердің көмегіне жүгінуіңіз керек. Ой, еріп жатыр екен балалар. Енді балалар, осы еріген мұздарымызды өлшерін көрейікші. Қанеке, енді мұны өлшеп көрейік, я? Өлшерін. Бірінші балалар, майшамда еріген мұздарымызды алып құяйық қаншалықты. Қайсынан балалар су көп шықты екен? Мұздарым балалар неге айналып кетті? Суға айналып кетті ма? Мұздарым жоқ болып кетті ма? Я, дұрыс айтасыздар. Мұзымыздың барлығы суға айналып кетті. Қанеке, енді мен майшамдағы суының көлемін өлшеп көрейін балалар. Майшамдағыны көрейік. Қайсыдан біз суды көбірек алады екенбіз? Үшіншіміз майшамыз. Сәпай сізге ма? Қараңдар, майшамның балалар қосымша жылу бергендегі мұзымыздың ергендегі суының көлемін қараңдаршы балалар. Қарағандар. Көп па? Көбірек екен, балалар. Ал енді келесімізді көрейік. Келесі балалар, мұзбен ерген мұзымызды көрейік. Тұзбен ерген, қанекен. Тұзбен ерген балалар. Маған бері ойындаршы көрейік. Қаншалықты еріпті мұзымыз? Жоқ, сен еріпті бөлме температурасында. Әсепайсыз, тұз құя беріңіз, мен бөлме температурасында құя берейін, я? Бөлме температурасында да балалар мұзымыз еріп жоқ болып кетіп жатыр, я? Сен де бөлме температурасында еріптің ба? Ермегендерді балалар қоя беріңдер. Олар тұра берсін. Кейін тағы бақылаймыз балалар. Балалар қараңдар, бөлме температурасында еріптің ба? Сара, сен маған бере қойшы, Сара. Ал. Жарайсың, тұра берсін. Бақ, тұзбен еріп. Ал енді балалар маған қараңдаршы. Бөлме температурасындағы мұзымыз ерген кездегі көлемін қараңдар балалар. Аз ба? Қанеке, майшаммен ергенде мұзымыздан қандай су алдық? Көп су алдық. Ал бөлме температурасындағы мұздан қандай су алдық? Кешкентай су алдық. Ал тұзбен ерткендерімізді қараңдар балалар. Қараңдар, үшеуін салыстырыңдар қанеке. Әрбірде балалар қосымша жылу берген мұзымыздан
көбірек су алдық, иә? Ал енді балалар, осы алған суымыздан біз қазір от шашу жасап көрейік. Біз от шашуды қандай мерекеде пайдаланамыз, білесіңдер ме? Қандай мерекеде пайдаланамыз? Айта қойыңдаршы. Қандай мерекеде пайдаланамыз, балалар? Жаңа жылда от шашу. Жағамыз ба? Жаңа жыл мерекесінде балалар пайдаланады екенбіз. Балалар, от шашуды жасау үшін оған керекті заттар. Мен сендерді таныстырып өтейін. Бірінші балалар, бізге керегі сұйық май екен. Сұйық майымызды құямыз. Сендер балалар бақылап қарап отырыңдар. Мен қазір сендерден сұраймын. Мен жасаймын, сендер қарай отырыңдар. Екінші балалар, жаңағы алған суымызды құяды екенбіз. Мұздан су жасадық қой біз балалар, иә? Бүгінгі тәжірибемізде біз мұзды ерітіп балалар су жасадық. Енді қанекей сол суымызды от шашуға пайдаланамыз балалар. Сол майдан кейін балалар су беріп екенбіз. Қараңдаршы, қанекей су құйғанда нелер пайда болды? Су құйғанда, балалар майға суды құйғанда не пайда болды? Қараңдаршы, көпіршіктер ма? Дұрыс айтасыздар балалар, көпіршіктер пайда болды. Енді балалар бізге керек бояғыштар екен. Бұны біз түрлі түстермен, қызыл бізге керек және көк түс екен. Бұны біз ескіштің көмегімен құяды екенбіз балалар. Жайлап құймасақ бірден құюға болмайды екен. Қараңдар балалар. Қараңдаршы, нелер пайда болып жатыр? Сендерге көрініп тұр ма балалар? Иә, қызыл нелер пайда болды? Көпіршіктер, иә? Ал суымыз майдың астына түсіп кетті, қараңдар балалар. Біз бірінші майды құйдық, екінші суды құйдық, бірақ бәрібірде суымыз майдың астында қалып кетті. Өйткені судың тығыздығы көбірек болып тұр, иә, мына қарағанда. Енді балалар, мен қызыл түсті алдым, енді тағы көк түсті қосып көрейік, иә? От шашуымыз неше түрлі бола береді ғой, түрі көп қой, от шашудың түсі көп, иә? Енді балалар, мен бұған көк түсті қосып көрейік. Балалар, бояуымыз шарик болып түсілді, иә? Қараңдар, қазеке, қарап-қарап, бақылап айтып тұрыңдаршы, қандай әдемі қараңдаршы. Астынан қарағанда балалар өте әдемі қараңдар. Асып сендерге көрініп тұр ма? Неше түрлі қызыл, көк шариктер астына қарай барып жайылып жатыр, олар от шашу сияқты. Тұра берсін, тәжімесен тұралым. Енді балалар, бұған бізге керек көпіршік. Дәрілер керек екен көпіршікті берсін. Енді осы сәтті бақылаңдар балалар. Осы сәт өте әдемі пайда болады. Қараңдар балалар. Қараңдар şimdi көпіріп жатыр. Енді осыған балалар. Қанардың үстіне қойса ол мүлдем әдемі болады екен. Қараңдаршы балалар. От шашуымыз әдемі ме от шашуымыз? Сендерге ұнады ма от шашуымыз? Жарайсыңдар балалар, қараңдар, қандай әдемі болып жатыр. Қараңдар. Қандай әдемі, иә? Шариктер, да, олға тірек көрдіңдер ма? От шашу сияқты жан-жаққа жайылып шашқа әдемі батыр. От шашуымыздың түсі. Ол көрдіңдер ма, шариктер айналып. Көрдіңдер ма, балалар, бақылаңдаршы. Қараңдаршы, қандай әдемі от шашу пайда болды. Jadi, apanya mus marah baca. Ал балалар, осы уақытта сендердің тағы мұздарың еріді ма? Iya. Қанекей, мұзымызды тағы бір көрейікші бақылап.
Bölme temperatürası taktığımızda yerip жоқ болып жатыр екен ya балалар. Мұзымыздан не шығып жатыр? Су шығып жатыр ya. Алпамыстың мұзы да қараңдар балалар. Бөлме температурасында еріп суға айналып жатыр. Ахметтікі де балалар қараңдар. Тұзбен еріткен Ахмет. Қараңдаршы балалар. Мұзы жоқ болып кетті де тұзы ғана қалып қойыпты. Ал балалар, енді сендер шаршаған боласыңдар, я? Қолдақтарыңызды ал, еріп жатыр ма сенікі де? Аяңды қане? Аяңды сен тұзбен еріттің ба? Мұзға немен еріттің? Айта қойшы, мұзға не қосың сен? Я, мұзың қайда кетті? Неге айналып кетті мұзымыз? Суға айналып кетті. Ұлбысын сен немен еріттің мұзды? Тұзбен еріттің. Мұзың неге айналды? Суға айналды. Жарайсың. Сен немен еріттің? Тұз қостың, я? Тұз қосып едің мұзың? Еріп кетті, я? Сен ше? Айша, немен еріттің? Тұзбен ерітті, Айша, дұрыс айтасың. Сен не істедің? Сен қалай еріттің? Алпамыз сенің мұзың қалай еріп кетті? Сен бір нәрсе қостың ба бұған? Жоқ, сен тек бөлме температурасында қойып қойдың, я? Содан мұзың еріді ма? Не болды мұздан? Неге айналды ол? Суға айналыпты. Балалар дұрыс айтасыңдар. Балалар қанекей қолғақтарыңызды шешейік, сол жерге шешіп қалдырып. Зертхан тәжірибе жасап шаршаған боласыңдар, я? Бой серпілтіп қайтайық, қайтадан далаға серуенге шығып қайтайық қанекей. Қанекей, Зертхан алып киімдерімізді шешіп қойып кетеміз. Қанекей бала, қабаттарымен тұра бере қойыңдар. Қайтадан бала, далаға, таза ауаға, мезгіліне серуендеп қайтайық, бой жазып қайтайық. Келе қойыңдар. Қанекей, келе қойыңдар. Қанекей, келе қойыңдар. Апай, шешпей місің? Шешпей қойыңдар. Шешпей. Жарайды, шеке салайық. Зертханаға қалдырып кетейге қалаттарымызды. Далаға біз. Астан киімдер шығайды. Зертханаға киімдерімізді қалдырып. Ал балалар қанекей, бой жазып алайық, көңіл көтеріп алайық. Қарымызға тиіспейміз. Кең болып тұрайық шеңберге балалар. Қанекей болып қатыра берсін, қармақ жерде жата берсін балалар. Қар деген жерде жатады ғой. Қанекей, бой жазып алайық қанекей. Кел. Кел достар üzerinde bildiğiniz satana İlgiye köründe adam soktu ağalan. Kel dostar üzerinde bildiğiniz satana İlgiye köründe adam soktu ağalan. Жарайсыңдар балалар, бой серпетіп көңілімізді көтеру үшін тағы да бір ойын ойнай жіберейік, я балалар? Балалар, біз бүгін мұзға тәжірибе жасадық, я балалар? Мұзымызды еріттік, я? Қанекей мұзға байланысты біз мұз деген ойынымызды ойнайық. Балалар, әуен қосылған кезде біз шаттанамыз, қуанамыз, көңіл көтереміз, я? Қанекей әуен қосылған, әуен тоқтаған кезде біз мұз сияқты қатып қаламыз. Al Қанекей әуеніміз. Не істейміз әуен қосылғанда? Билейміз, қуанамыз, я? Қанекей көңілімізді көтерейік та? Далада серуенде жүрміз ғой, әдемі көңілімізді көтерейік. Қыс мезгілінде қандай қуанып керемет, я? Әуен тоқтағанда не істейміз? Мұз болып қатады келсе, балалар, жарайсыңдар балалар, мұз болып қалғаны. Қанекей тағы да бір.
болады балалар, далада себебі ойнаймыз ғой. Неше түрлі қимыл ойындар ойнаймыз, сағаттар ойнаймыз қыс мезгілінде, иә? Балалар көңілдерің көтеріліп қалды ма? Балалар, біз тағы да зертханаға барамыз, бірақ күннің екінші жартысында, иә? Ары қарай да біз тәжірибемізді жалғастырады екенбіз, балалар. Біз енді керісінше судан мұз алатын боламыз, неше түрлі пішіндер алатын боламыз. Және сендерге ұнайтын, балалар, балмұздақтар жасайтын боламыз, түрлі түсті. Ал қазір енді маған, балалар, айта қойыңдаршы, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз сендерге ұнады ма, ұнамады ма, сендердің көңіл күйлеріңді мен мына күрекештер арқылы білгім келіп отыр. Қанеке ала қойыңдар. Қанеке орнына қатшыңдаршы, мен алдарыңа апарып беремін. Қанеке саласпайды. Ала қойыңдар. Ала қойыңдар. Ал енді қанеке орнымызға тұрып, апайға көрсетейікші қанеке. Апай сендердің көңіл күйлеріңді байқасын сендердің күрекештерің арқылы. Апай. Жарайсың. Бұл жерде барлығыңа ұнаған екенді, тек Ахметке, Мансұрға кішкене ұнамай қалыпты, Нұрханымға кішкене ұнамай қалыпты, Нұрханым. Және Аяруға, жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар. Мен сендерден көңіл күйлеріңді күрекештер арқылы білдім, балалар. Енді біз, балалар, Нұрханымнан сұрайықшы, қане Нұрханым, саған не үшін ұнамай қалды, күлкіміз ертіңіз. Мұздың дұрыс ермей қалды, не ап сені көңіл күйін пісіп кетті бүгін, айта қойшы. Сен мұзды немен ерттің бүгін? Тұзбен еріпті. Мұздың еріпті ма, жақсы? Жақсы еріпті. Сен маған кішкене көңіл күйіңді түсіріп көрсетіп тұрсың. Келесі жолы мен саған, балалар, Нұрханым, мен саған келесі жолы басқа тәсілді беремін. Жарай ма? Саған мүмкін тұзбен еріпкенің ұнамай қалды ма? Жарайды, балалар. Келесі жолы күннің екінші жартысында мен сендердің қалаған тәсілдеріңмен мұзды ерітуге көмектесемін. Жарай ма? Қанеке күрекештеріңді қайтадан салып. Ал балалар, қанеке, бәріміз орнымызға барып отырайық. Қайтадан балалар, зертханаға келіп отыра қойыңдар.